неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Бауыр іштің оң жақ қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар мен көмірсулер мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен олардың шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауға, яғни генетикалық та болуы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және тағы да басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 1000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймын. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетсеңіз болғаны. Оң жақ қабырғасындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдерге ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерлерге қашан көріну керектігі туралы осы видеода айтатын боламыз. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы болуы да мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік те жатуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылығы жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен, бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерге тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары дейді гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт, дәрігерлер. Бауыр неге ауырады? Сарапшының айтуынша, бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ, сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсула ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғаятыны соншалық біз оны қолымызбен сезе алмаймыз дейді дәрігерлер. Көбінесе оң жақ қабырға астында ауырсыну басқа органдармен, мысалы толық ішектің көтерілуі бөлігімен, өт қабымен байланысты да болады. Кейде асқазанның оң екі елі ішек ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындырауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде бұрын бұл ауру майлы гепатоз деп аталды. Органдағы қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымдануымен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы да мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда жазылғандай, бауырдың өзі ауырмайды. Оған орган орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Ең алдымен қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң қабырғаға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруына тән емес және көбінесе оттегі тас түзілу ауруынан туындайды. Бауыр аурулары кезінде адам қабырғаға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты болуы мүмкін. Егер бауыр зақымдануына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттарының сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Ауырған кезде дәрігер кеңесі. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға тіпті өлімге келуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Ең алдымен бұл АСТ, АЛТ, сілті қышқыл
және бұл бауырдың қабыну дәрежесінің көрсеткіштері болып табылады. Егер сілті фосфазасының 2-3 нормадан жоғарылаған анықталса, АСТ, АЛТ жоғары болса, дереу дәрігерге бару керек, дейді дәрігерлер. Маманның пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен, маманмен кеңеспей дәрі-дәрмекпен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі зиян келтіруі мүмкін. Қазақстанда бүйрек ауруынан көптеген адамдар зардап шегеді. Айқын әлсіздік, терінің сарғаюы, мұрынның және қызыл иектен шамадан тыс қан кету сияқты әртүрлі синдром, ол жақта ауырсынуды байқаған болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге жазылыңыз. Егер қатты әлсіздік, температура, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, теріде көгерген жерлер пайда бола бастаса, бұл белгілерді ескертусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсін десе, бұл да бауыр ауруының себебі болуы мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырда 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыруым керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеру керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын, өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар, алкогольді көп тұтынатын немесе тұтынған, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар міндетті түрде бауырын бір тексертіп алғаны жөн. Өйткені олар көбінесе бауырдың аутоиммунды аурулармен байланысты болуы мүмкін. Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын, вирустық гепатит немесе АқТқ жұқтыру қаупіне байланысты, қанмен тұрақты байланысты әрекеттер орындайтын адамдар, дәрігерлер, полицейлер, құтқарушылар, бауыр ауруы туындау қаупі жоғары. Балық шикідей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері мен адамдар да осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикідей жеумен байланысты бауыр ауруларда кездеседі. Денсаулық бізге берілген ең қымбат сый. Сол үшін де әр дертті алдын алуда дәрігермен кеңесе отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздермен ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Бұл видео ақпаратқа толы болды және маңызды болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.